Достар, мен кейде жазған комментарийлеріңізге жекеме жазған сұрақтарыңызға жауап бере алмай қалып жатырмын. Оған ренжімеңіздер. Маған көп адам жазып хабарласады. Бірақ қолым босаған сәтте жауап беруге тырысып жатырмын барынша. Сондықтан түсіністікпен қараңыздар. Мінекей мына кісі де панелде жазып жатыр екен, көргенім. Так, бұл кісі Атыраудан хабарласып жатыр екен. Осы сияқты кісілер көп менде. Енді барынша қолдан көмек келгенше әйтеуір білгенімді бөлісем. Сондықтан түсіністікпен қарауға тырысыңыздар, егер жауап бере алмай жатсам. Саламатсыз ба, қалайсыз? Қалай денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Бала шаға аман есен ба, үй іші? Қалай диқаншылық қалай өтіп жатыр? Аллам берекесін берсін, Самат. Иә, сізге рахмет айтайын деген едім. Өткенде айтқаныңыз бойынша кальций бердік. Жақсы өзгеріс. Етілден анау кальций боры араласқан жидке дедіңіз ғой, оны талдыртып жапыраққа шашып, жақсы өзгеріс, өте тамаша. Орнына келіп, одан кейін түйіндерін көбейткенге не шашсам болады? Жалғыз, сорт сондай ма білмедім енді. Жалғыз да, түйіндерін бәрі жалғыз болып жатыр. Соған бірдеңе шашатын бедіңіз, түйін көбейткенге, Самат, сол жағынан жәрдем беріп жіберсеңіз. Кеше де звондап аламадым. Рахмет айтып қояйын деп. Бүгін де аламадым. Қолыңыз бос емес шығар деп, енді WhatsApp-тан айтып қойып жатырмын. Рахмет. Жалпы осы сияқты кісілер көп жазады, сондықтан түсіністікпен қараңыздар, егер жауап бере алмай жатсам.